асқазанның ауырсынуын елемеу неге әкеледі? Бірінші, асқазан немесе ұлтабар жарасы. Уақыт өте емделмегенде асқазанның қабынуы жараға айналып, қан кетуі немесе тесіліп кетуі қаупін тудырады. Гастрит созылмалы түрі. Жедел гастрит уақытында емделмесе, созылмалы түрге ауысып, ас қорытуды бұзылып, дәрумендер сіңуі тежеледі. Үшінші, асқазан рагы. Кейбір созылмалы гастрит түрлері, мысалы хеликобактер инфекциясынан онкологиялық ауруларға себеп болуы мүмкін. Төртінші, ішкі қан кету. Жара немесе эрозия кезінде көзге көрінбейтін немесе қатты қан кетуі болуы мүмкін. Бұл анемияға және әлсіздікке әкеледі. Бесінші, ас қорыту жүйесінің бас мүшелері бұзылып, асқазандағы проблемалар бауыр, бүйрек, ұйқы без, ішекке әсер етіп, жалпы ағзаның жұмысына кері әсер тигізеді. Алтыншы, өмір сапасының төмендеуі, үнемі ауырсыну, кеуіп жүруі, жүрек айну, адамдардың ұйқысы менен тамақтануына, жалпы көңіл күйіне әсер етеді. Иммунитеті әлсірейді. Маңызды нәрсе ауырсыну, бұл ағзаның көмек керек деген сигналы. Уақытында тексеріліп, дұрыс ем қабылдап, өзіңіздің ауырып еміздегенше ауырмаудың жолын іздеуіңіз керек. Бұл салада сіздерге Рич-фактор өнімдері көмегі келеді. Рич-фактор өнімдері тек ауырғанда емес, ауырмаудың жолын іздеген кезде жасушаларға көмек арқылы асқазанға, ішек жолдарына сау болуына, қалпына келуіне көмектеседі. Хабарласыңыз, осы өнімдер туралы білгіңіз келетін болса. Есімім Шолпан, телефоным шапке профильде.